Армысыздар, құрметті ағайын. Мен бүгін сіздерге өте мықты жаңағы мотивация беретін бір керемет дүние айтқым келіпті. Мына ағамыз, Бақытжан атты ағамыз, боқтан кәдімгідей пайда көріп ақша тауып отырған азамат. Мен бурахан осы солтүстікке көшпен айналсам, осы солтүстікке көшіп келген азаматтарға бір қолдарына қармақ берейінші деген мақсатпен осылай жан-жақты аралап, бүгін бір керемет Бақытжан деген ағамызды осы Көкшетау қаласының маңындағы Садовой деген жерде осы Бақытжан ағамызға келіп отырмыз. Бұл Бақытжан ағамыздың бір мықтылығы осы боқты, малдан шығатын боқты іске пайдаға асырып, одан жаңағы удобрение жасап, жаңағы өсімдіктерге, бидайға өсуіне күш беретін сондай бір керемет дүниелер жасап, одан тағы мына биореактор арқылы метан газын шығарып, қысқасы осы бір керемет дүниені патенттеген кісі. Ал ағатай, Бақытжан аға, бір амандасып жіберіңіз кісілерге. Ассалаумағалейкум. Міне қазақтың жігіттеріне енді айтыңыз, енді бірдеңке айтыңыз енді. Не айтам? Жаңа боқтан пайда тауып отырғаныңызды айтыңызшы. Мына менің артымда тұрған құрылғыны биореактор дейді. Биореактор деген биогаз шығады. Биогаз экологиялық таза отын деп аталынады. Осы тұрған мына құрылғы арқылы біз метан шығарамыз. Метан шыққаннан білесіздер 220 киловатт аламыз. Осында тұрған 900 квадрат метр, осыдан шыққан метан арқылы тегін отоплениеде тұрады. Метаны шығып біткеннен кейін таза биотыңайтқыш шығады. Ол өте жоғары сапалы макро-микроэлементтер болады. Бір жағымен айтқан кезде, негізі былай келген кезде, малдың еті сүтінен де оның қиынан үлкен ақша табуға болады. Бір қызық айтайын сіздерге. Ағамыз осы реакторды жасап, осы реакторға енді не керек қой? Тыңайтқыш керек, боқ керек қой, малдың боғы. Малдың боғын таба алмай қалып, бұл ағамыз 40 сиыр алған, 40 сиыр. Елдің бәрі сиырды не үшін алады? Семіртіп етін сату үшін алады, сауып сүтін сату үшін алады. Бұл кісіге сүт те керек жоқ, ет те керек жоқ, тек тышса болды депті. Қазір көрсетемін, ана 40 сиырды да көрсетеміз, жағдайын бәрін жасап тастаған, тек қана тышса болды деп отыр. Соның боғын алып, ағамыз міне келші бері қарай бауырым. Ағамыз мына жерге алып келіп, мына терезенің арқылы сол сиырдан түскен жапалар осы жерге келіп түседі. Оны алып мына жерде ертіп, сұйытып, мына реактордың ішінде айдайды. Осы реактордың ішінде ол 10-12 күн жатып, өзі шіріп ішінде борсып, одан бөлінген газ, метан газы, жаңа ағамыз айтып отырған, осы бүкіл 900 квадрат жерде сол метанның күшімен ана жерге пешке қосып қойған, сонымен ақ жылытып отыр осының ішінде. Жылу да осыдан келіп отыр, удобрение да осыдан келіп отыр. Мына удобрение осы шыққан не осыдан? Бұл удобрение бізде енді солтүстік Қазақстан деген кәдімгі мына егін шаруашылығының осы 3/1-ін қамтып отыр еліміздегі. Сол бүкіл мына жердегі жер шаруашылығымен айналысатын азаматтар осы кісінің дүниелерін талап алады. Мұна ана оңтүстікте жүріп, не істерін білмей жүрген азаматтарға өте керемет дүние мұна. Осы солтүстікке келіп, өз-өзін жылытатын, суық дейсіздер ғой. Мұна кісі болашақта осы жерде тегін отын жасап, болашақта осы жерге теплицалар саламын дейді. Міне тегін отын, тегін тоқтамай жүрш, бері қарай. Міне мұна кісі осы метанды сыртқа жинайды, сыртқа жинағаннан кейін ол метан газы келіп, міне қазір дауысын естіп тұрсыздар. Метан газы міне мынаған келеді де, кәдімгідей пеш, мынау бүкіл мынау осы 900 квадраттың іші кәдімгі теплый полмен міне жанып жатыр газ. Осы метан газы осы жерде жанып жатыр, міне қараңыздар. Осының бәрін жылытып жатыр. Енді міне осы бүкіл ғимараттың бәрі осы биореактордан кәдімгідей жылынып, кәдімгідей жарық беріп тұр. Міне мына кісінің өнімі, сіздің фирмаңыздың аты, компанияңыздың аты Нұр ғой, Бионұр. Бионұр. Міне бұл кісі осы бір дүние жаңағы боқтан, малдың боғынан осындай бір керемет дүние шығарып, міне табыстау отырған үлкен ағамыз. Міне Бионұр. Мына секілді. Осындай керемет тыңайтқыштар шығарады. Бұл кісінің жаңағы парақшасын осы видеоның астына қойып қоям. Міндетті түрде ол кісіге жазылып, егер үйренгілеріңіз келсе, сол кісінің жекесіне шығып хабарлассаңыз болады.
Бұл кісі ағамыз өзі айтып отыр, байыса қазақ байысын, әр қазақ менің жалғызым деп отыр. Үйренем, білем, істейм деген азаматтар келсін бері қарай. Қазір сіздерге ағамыздың асырап отырған, осы боқ үшін асырап отырған 40 малын көрсетеміз. Ол жерде биорактор. Ал ағайын, міне қазір Бақытжан ағамыздың тек қана боқ үшін ғана сатып алған, асырап отырған міне 40 бұзауын қараңыздар. Мына бұзаулар бақытты бұзаулар, күнде жем шөптерін жейді. Бұлардың жұмысы тек қана тұшу және боғын осы кісіге беру. Міне қараңыздар, елдің бәрі ет үшін, сүт үшін асырайды бұндай дүниені. Ал бұл кісі тек қана жапасы үшін ғана асырап отыр. Ал қазір ағамыз көзбен көрсетеді, метанын отпен жағып көрсетеді. Жүріңіздер. Жүріңіздер. Бізде мына малдың қиы далаға шықпайды. 1 грамм далаға кетпейді. Мынадан аламыз да тоғырағанда береміз. Міне жерге береміз. Міне осында езілді, кіреді. И мына жақта міне биореактор жұмыс істеп тұр. Міне биореактор, міне екеуі ағамыздың биореакторы. Мына жерде 20 кубтық биореактор, 25, мына жерде де 25. Міне осы кісі қараңыздар. Кәдімгі боқтан шыққан иіс бар ғой ма? Ол иістің аты бар негізі. Ол иіс метан газы. Сол метан газының құдіретін қазір көрсетеді ағамыз. Міне. Биореакторға кіргеннен кейін бұл өзінің қалыпты температурасында жаңағы мезбульный бактерия, термофильный бактерия арқылы патогендері өледі, термостасы жүріледі, аммиагы, метаны шығады. Сол арқылы өте жоғары неті. Мынау метан сол тезектен шығып тұрған метан ғой міне. Бұл үздіксіз шығып тұрады осылай. Свет өше ма? Өше шана светті. Міне. Мынау үздіксіз шығады. Ол несі? Бұл желіп арқылы осының бәрі тегін болады. Мынандай керемет. Бұл жақсаң болады, қайтадан жаға бер. Міне, керемет. Осындай тегін газ. Қысқасы айтқан кезде мына технологияны үйреніп, қысқасы әр қазақтың жігіті, мына солтүстікке келген азаматтар, айтамыз ғой, солтүстік суық, үйту керек, бүйту керек, ойбай, ол жаққа газ керек, газ барса барады. Міне ағамыз қолдан газ жасап отыр. Құдайдың берген дүниесін қолдан ақ жасап отыр. Бұл қазақтың істегенін біз істей алмаймыз. Жалпы түсіндіріп айта кетейін дегеніміз, жаңағы биотыңайтқыш өсімдіктерге өте пайдалы болып тұрғаны органикалық түрде макро-микроэлементтері. Мысалы үшін сіздерге айтайын, біз ауырып нетіп қалған жағдайларда больницаға барамыз. Не істейді? Ойбай, темірің жетпей жатыр, кальцийің жетпей жатыр, анауың жетпей жатыр, мынаның жетпей жатыр деп таблетке жазып береді. Сіз таблеткені аласыздар, химиялық жолмен жейсіз, асқазан арқылы бауырды, бүйректі құртады. Енді бұл өсімдікке сонда шығарғаннан кейін бұда таза органикалық жаңағы макро-микроэлементтер қалды. Сол бұл таза өнім болғандықтан мынадан шыққан кезде термофильді бактериямен 40 градуспен шығады. 40-42 градуспен шығады. О дегені не? Мына жерде біз жатамыз мұнда спа ретінде жатып шомыламыз. Ондай неде видеоларым менде бар. Ол сіздің тері арқылы жаңағы органикалық түрде денеге кіреді. Өте пайдалы болады. Жаңағы ыстық болғандықтан сіздің жілік майыңызға дейін кіреді де жібітеді. Жаңағы қоқ безі сіну, жел қағыну дегендердің бәрі көзбе-көз жұмыс істейді ғой. Өте тамаша, керемет. Бұл кісі ағамыздың жаңағы парақшасында осы туралы видеолар толығымен бар. Менде нелерінде көп кісілер айтады, ойбай дейді, ана жерде әлем иіс болады ғой, сөйтеді ғой, бүйтеді ғой. Иіс деген не? Иіс деген ол метан, аммиак, углекислый газ. Мына биореактор арқылы жаңегінің бәрі шығып кетеді, сүзілінеді, адамға зиянды, өсімдікке зиянды патогендері өледі. Тек қана таза органика қалады, сол арқылы өзім шомыламын. Маған көп кісілер айтады, не қылып жатырсың, ананың иісі не болады? Бұда иіс болмайды. Иіс болады, бірінші кірген жақта болады. Дұрыс деген шыққан кезде мына жерде иіс жоқ. Иіс болмайды. Керемет. Сосын тағы бір айта кетерлік
керемет зат. Бақытжан ағамызды көндірдім. Бұйырса солтүстік Қазақстанда Қызылжар қаласындағы Бәйтерек ауылының маңында осындай керемет, осы технология салынады. осы керемет реакторлық дүниені ағамыз салып берем деп тұр, бөлсем дейді, патентімен, технологиясымен. Ал бұйырса сол жерде де осындай видео саламыз. Сол кезде өзім түсем осындай видеоға. Неге түсем маған? Жалпысы келіп тірелетін болсақ, малдың тезегінің 70% метан, 2,5% сероводород, 30-40% углекислый газ. Онда естетіп көріңіз, 70% метан дегенде бір куб сұйық тезектен жапасынан 70 текше метр метан шығады деген сөз. 70 куб метан шығады деген сөз. Ал бірақ ол цифр үлкен болғанымен, бір куб метан природный газға қысқан кезде 2 литр 200 грамм. Немесе қатты көмірдік несінде 5 килограммдық жылу береді деген сөз. Вот міне тамаша. Және тағы бір айта кетерім, бұл кісінің бұлай біліп тұрған себебі, бұл кісі осы дүниенің мастері. Бұл кісі специалисті десек болады, өзі агроном, осындай дүниелермен жас кезінен бастап айналысқан. Және тағы бір айта кетерлетін өте үлкен зат, бұл Бақытжан ағамыз Тәуелсіз Қазақстан Республикасында осындай ғажап реактордың патентінің иесі. Яғни дәл осы дүниедегі жасалған осы реактордың құрылғысының бәрі сызбалары осы кісінің жеке меншігі болып табылады. Яғни сіздер оңтүстіктен бері қарай келіп үйренем десеңіздер, бұл кісі сіздерге мұғалім де болайық, мұғалім де болады. Сол себепте келіңіздер, осы кісімен танысыңыздар, әр қазақтың жігіті бай болайық ағай. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Бар болыңыздар. Рахмет сіздерге.